Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгін мен сіздерге қашықтықтан оқытуды үйренемін сертификатын алу үшін, сол қашықтан оқытуды үйрену үшін және сол сертификатты алу үшін қалай регистрация жасап, сол сілтеме арқылы кіріп, сұрақтарға қалай жауап беріп, қалай ол туралы мағлұматтарды білу үшін қалай тіркелетінін, сол жайлы барлығын түсіндіріп өтетін боламын. Ол үшін сіздер сол сілтемеге кіргеннен кейін сіздерде регистрация деген шығады. Мен бұған тіркеліп сертификатты алып қойғанмын, сондықтан менде қазір почтамен пароль сұрап тұр. Ал сіздер мына регистрация дегенді басасыздар. Мынаны басқаннан кейін сіздерде мынандай болып шығады. Бұл жерге бірінші имя и фамилия, бұл жерге аты жөндеріңізді толық етіп, құжаттарыңызда қалай жазылған тура солай қатесіз жазасыздар, және почтаңыз жазасыздар. Одан кейін өздеріңіз бір пароль ойлап табасыздар. Сосын регистрация дегенді басып тіркелесіздер. Тіркелгеннен кейін міне тура мен сияқты сіздерде осылай шығады. Бұл жерге өздеріңіз жазып кіресіздер. Мен мысалға қазір менікі дайын сохранить етілген, сондықтан мен войти-ді басып кіремін. Кіргеннен кейін сіздерде мына осындай бет шығады. Осындай бет шыққаннан кейін сіздер мына продолжить дегенді басасыздар. Міне продолжить дегенді басасыздар. Бұны басқаннан кейін сіздерде уже басталады. Сол қашықтан қалай оқыту керек екені туралы біраз мағлұматтар берілген. Осылай кете береді. Әр сұрақ, әр немен таныс болғаннан кейін сіздерге осылай сұрақ беріледі, немесе осылай өзіңіздің сауалнама әзірле деп осылай шығады әр шақта. Және сіздер сол шаг арқылы, жауап беру арқылы келесі шаққа өтіп отырасыздар. Міне осылай оқып танысып болған следующий шаг деп басып, осының бәрімен мына жерге, мысалы үшін сіздерге мына ата-анамен байланысудың оқу жылының 1.90-ды жоспарлаңыз, сол туралы барлық маңызды ақпараттарды жазып қойыңыз деп тұр. Мына жерге сіз жазасыз өзіңіздің жоспарыңыз қажетті осы тақырып бойынша. Және жазып болғаннан кейін отправитті басасыз. Мына жерде отправить жасыл болады, сол кезде мына жерде жазып болғаннан кейін сосын басасыз. Басып болған кейін следующийді басасыз. Және тағы осымен танысып шығасыз. Танысып шыққаннан кейін келесі сол шақты басып өте бересіз. Міне сол жаңағы оқып танысқаныңыз бойынша мына жерге бір жауапты таңдаңыз деп тұр. Осы жерге жауаптарды міне мына жер тұр. Осыларды танысып, осы жерлерге дұрыс жауабын белгілеп, отправитті басасыз. Сонымен следующий шагты басып кете бересіз. Ең соңында барлық шақтан өткеннен кейін мынандай жоғарыда сіздерде мынадай шығады. Менде мына бас әрпі тұр, аты жөнімнің бас әрпі. Сіздерде де осылай жоғарыда тұрады. Соны бассаңыздар, профиль шығады. Бірінші тұрған профильді басасыздар. Басқаннан кейін сіздерде осындай аты жөндеріңіз шығады. Және астында міне сертификаты деген тұр. Осылай сіздердің де сертификаттарыңыз шығады, егер барлығына толық дұрыс жауап берген болсаңыздар. Және осы сертификат деген үстіне бассаңыздар, сіздерге берілген сертификат шығады. Және ол сертификатты скачать етіп алу үшін міне мынаны бассаңыздар, сіздерге телефондарыңызға сертификат жүктеледі. Және оны принтер арқылы шығарып алсаңыздар болады. Егер де менің осы айтып түсіндірген видеом сіздерге ұнап жатса,
менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздерге пайдасы тиіп жатқанына қуаныштымын.